Сәлем барлығына, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Бүгін біз ең өзекті адамдарды ең көп толғандыратын, Америкаға келушілерді қызықтыратын сұрақтардың бірі Social Security Number және де Work Authorization туралы айтатын боламын. Бізде міне Work Authorization пластиковый болады және де Social Security номерді ұстаймын. Себебі бұл номер қауіпсіз болу керек, ешкімге, особенно мошенниктерге бермеуіңіз керек. Social Security қара рынок деп айтқанда, орысша айтқанда черный рынок. Бұның номері өте қымбат тұрады. Сол себепті номеріңіз алаяқтардың қолына түсіп кетпеу керек. Қазір біз Work Authorization туралы айтамыз, не үшін қажет. Work Authorization, егер мен өзім тәжірибеме келетін болсам, бұны бір рет қана қолдандым. Social Security номерді алу үшін ғана. Басқа ретте қолданған жоқпын. Хотя Америка құрама штаттарында легально жұмысқа орналасу үшін сізде міндетті түрде Social Security болу керек. Бірақ Нью-Йоркта көбінесе жұмыс берушілер тек қана Social Security'дің номерін ғана сұрайды, және де айлықты медициналық басқа да страховкалардың бәрін тек қана Social Security арқылы жүргізіп отыратын болады. Work Authorization'ды 2 жылға беріледі. 2 жылға шамамен құны $400 болады. 2 жыл сайын алдын ала 1 ай алдын создыртып отырасыз. Ең маңызды нәрселердің бірі бір рет қана беріледі, құны тегін және де өмір бақиға беріледі. Social Security арқылы ең маңызды мәселелердің бірі ол медициналық сақтандыру, оның ішінде ақылы сақтандыру. Social Security нөмірінсіз сіз ақысыз, бесплатно сақтандыру жасауға болады, бірақ та мен өзім тәжірибеме сәйкес сіздерге айтатыным, ақылы страховка жасатқан дұрыс. Айына шамамен $100-150 аударып отырасыз. Но егер де денсаулығыңызға бір жері көмек қажет болатын болса, сіз әрқашан тексертіп ала бересіз кез келген медициналық орында. Келесі бізде жұмысқа орналасу үшін қажет Social Security. Жұмыс берушілер тек қана номерін ғана сұрайды, номерін бересіз, және де paycheck жазатын уақытта Social Security'ді көрсетеді. Әр жылдың соңында, мысалы 2018-де жұмыс істесеңіз, 2019-да апрель айында сіз декларация тапсырасыз. W2 Social Security номер арқылы қанша сіз табыс таптыңыз, соның барлығын көрсетесіз. Салық органдардың сайты сізге салықтың мөлшерін шығарып береді. Әрбір штатта ол бізде әртүрлі. Егер де қолма-қол ақшаға, орысша айтқанда кэш дейміз ғой, сондайға жұмыс жасап жатқан болатын болсаңыз, сізге салық органдарында декларация тапсырудың қажеті жоқ. Келесі бізде ең маңызды нәрселердің бірі Social Security'дің құны жетпес мүмкіншіліктердің бірі ол бизнес ашу. Мен қазір бір нәрсе айтып берейін. Өзімнің басымнан кешкен жағдайда ресторанда суретке түсіріп жүрген уақытта суретке сатамыз $20. Әрбір тойда, мысалы, әйел заты көбінесе сурет алатын уақытта айтатын, әрқашан айтатын, менде өзімен бірге кеш жоқ. Яғни қолма-қол ақшам жоқ сумкамда. Тек қана карточкам бар. Немесе кейбіреулер просто карточканың нөмірі есінде. Сөйтіп айтады. Содан кейін 1 ай істедік, 2 ай істедік, ресторанда суретке түсіріп жүріп, әрбір тойда шамамен 3-4 адам, кейде 5 адам, кейде 10 адам айтады. Менде жоқ қолма-қол ақша, сурет ала алмайын деп. Білесіздер ғой, ол бір тойдың өзінде сен $100, $150 клиентіңнің ақшасын жоғалтып отырсың. Сол себепті осы нәрсені қалай алуға болады карточка арқылы ойланып, келесі бір нәрсе жасадық. Веб-сайт аштық. Сөйтіп сол веб-сайтта магазин жасадық. Онлайн магазин. Онлайн магазинде мен карточкадан ақша снимать етіп алу керек қой. Портативный нәрсені алып жүре алмайсың өзіңмен бірге. Америкада көбінесе білетін болсаңыз, көпшілік магазиндерде, көпшілік мысалы телефонға төлейтін жерлерде карточканы береді, олар планшет арқылы ақшаны карточкадан снимать етіп жатады. Сол нәрсе маған өте қатты қызық болды. Осы нәрсені өте қатты көп ойландым. Сөйтіп, оказывается, соны веб-сайт арқылы жасауға болады. Веб-сайт аштық, и WooCommerce деген программа бар, сол арқылы, яғни кредитный карточканың программасын веб-сайтқа енгізеді. Сол арқылы кез келген кредитный карточкадан сол плагин арқылы кәдімгі мобильный приложение секілді оны орнатасыз, ақылы өзіңіздің карточкаңызды сонда енгізесіз. Клиенттердің әрбір карточкасы енгізген сайын сол сіздің карточкаңызға ақша түсіп отырады. Сол арқылы веб-сайт аштық, магазинді орнына товарды біз картинка деп создавать еттік, яғни кәдімгі Photoshop программа секілді, немесе әртүрлі плагиндар бар, мысалы Photoshopқа, Adobe Premiere, әртүрлі программаларға қажетті, оның барлығы көзге көрінбейтін товарлар.
сондай секілді біз көзге көрінбейтін тауар создавать еттік. Құнын $20 деп қойдық. Әртүрлі қойдым мен, $5, $10, $20, мүмкін біреуде сондай ақша жетпей қалатын шығар. Сөйтіп сондай магазин аштық, товарды қойдық. Келесі жолы тойда егерде біреу айтатын болса маған, менде ақша жоқ, қолма-қол ақша, тек қана карточка деп, өзі планшетті шығарып, карточкасын теру арқылы қолма-қол өзінің қолына суретті берем, ал карточка арқылы маған ақша түсіп отыратын түгін. Бұны айтып жатқан себебім, WooCommerce программасы арқылы сіз интернет онлайн магазин ашқан уақытта сізге Social Security номер өте қатты қажет болсыз, ешқандай магазин сіз аша алмайсыз. Америка құрама штаттарына бізден келген көптеген 10 мыңдаған Work and Travelмен келген студенттер бар. Work and Travel дегеніміз 1-3 курстың оқушылары Қазақстанда оқитын. Америка құрама штаттарында жазғы 3 айға келіп жұмыс істеп, одан кейін қыдыруға болатын заңды түрде арналған программа. Сол программаға сәйкес әрбір Work and Travel'дің қатысушысына өмір бақиға Social Security береді. Және айта кететін нәрсе, әрбір Work and Travel'ға қатысушы адам Social Security'ді қазір Қазақстанда жүріп, ол нәрсенің мүмкіншіліктерін пайдалана алады. Интернет магазин ашып, Америкада онлайн сауда жүргізуге болады. Сол секілді Amazon'да айналысасыз па, немесе любой бір магазин ашасыз па, мысалы Thumbtack, фрилансер деген программалар бар. Сол программаларда Қазақстанда бар, мысалы жұмыс жасайтын переводчик жасайды, Photoshop арқылы редактировать етіп береді, бір нәрселерді істеп береді, набор тексті жасап береді. Сондай секілді жұмыстар ол жерде просто мыңдаған. Сол жұмыстарды істеуге болады Қазақстанда отырып. Егерде Social Security болатын болса, сайтқа регистрация жасайсыздар и сол жерден американецтардың заказын алып жұмыс істеп отыра бересіздер. $30 мың дейін в принципе ешқандай налоговый декларация өткізбеуге болады. Сізді ол үшін тексере қояды деп ойламаймын. Айта беретін болсам көп, в принципе интернетке жазып Work Authorization, Social Security мүмкіншіліктері туралы алуға болады. Мүмкіншіліктері енді шексіз. Кез келген нәрсе, кез келген құжат, барлығы осы құжаттар арқылы жасалады. Ал енді Social Security Work Authorization'ды Америкаға келген соң қалай алуға болады? Қалай алуға болатыны жөнінде Work Authorization'ға айтпаймын. Work Authorization деппін ғой, Work and Travel туралы айтпаймын, оның барлығы белгілі. Сол программа барысында жасалады. Көбінесе турист, студент болып келетін адамдар туралы. Баяғыда осыдан 1 жыл бұрын жақсы еді. Трамптың иммиграция туралы заңы қабылданбай тұрғанда біз жүздеген, одан да көп шығар осындай құжаттарды жасаған болатынбыз. Балдарға көмектесіп, тез арада через день иммиграционный службаға документтер өткіземіз, одан кейін через день осындай Social Security Work Authorization келіп, балдардың барлығы таксиге, дальнобойщик болып әртүрлі жұмыстарды істеп жатқан болатын. Қазіргі таңда қиындау, қазіргі таңда олай тез ала алмайсыз, себебі кейстарды қараудың сроктары біршама өзгертілген. Бірақ алуға болады. Енді оның способтары туралы видеоларды айта алмаймын. Оның себебі көретін Америка құрама штаттарынан да көптеген адамдар бар осы видеоларды. Және де ол адамдар болашақта қазір мен айтатын болсам, қалай алуға болатын жолдардың барлығын ертең олар злоупотреблять ету дейді ғой. Орысша айтқанда өздерінің жеке қызығушылықтар немесе басқа да мақсаттармен сол білімді пайдаланып ертең әртүрлі нәрселер жасап жатуы мүмкін, дұрыс жасамауы мүмкін. Мен шештім, бұл нәрсені айта аламын. Америка құрама штаттарынан виза алыңыздар, Америкаға келіңіздер, визалардың копиясын маған жіберіңіздер и сіздерге қалай алуға болатындығы жөнінде айтып беремін. Ақылы сағат 1 сағат жетеді барлық нәрсені түсіндіруге. Ақылы консультация өткіземін деп ойлаймын. Кәдімгі адвокаттардың қызметіне қарағанда бұл информацияның барлығы такой нестандартный болады, және де ақысын онша қымбат қылмайтын боламыз. Осы Work Authorization, Social Security туралы сұрақтардың барлығына жауап бердім деп ойлаймын. Егер де тағы да бір түсінбеген жерлеріңіз бар болатын болса, комментарийға жазыңыздар. Басқа да сұрақтар бойынша комментарийға жазыңыздар. Келесі видеоларда талқылап көрейік. Видео ұнаған болатын болса, лайк басамыз, каналға жазыламыз. Міндетті түрде сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Давайте. Пока всем.